Бұл Абу Хузаймаға андай не кеше сөйлесіп қалып едік. Элементарный мектеп сабақтарынан бастау керек сияқты. Нені таджвид па? Матруди екінші ғасырда. Чичо, тәжвид емес родной. Маған сәне деші, маған сәне деші. Жоқ, родной даже. Исламға қатысы жоқ родной, просто жалпы андай. Ғасыр ғой родной, понял? Жалпы мұсылман 40 парызы деген ба? Мұсылман 40 парызы. Жоқ, андай Рим цифрымен жазасың да бүйтіп 4 деген. Жалпы асыр деген нәрсе Чичо, кім айтады? Короче, Абу Хузайма айтады, имам Матруди, имам Ахмадтан бұрын өмір сүрген дейді. 2-ші ғасырдың басында туылыпты имам Матруди. Солихин болған дейді. Иә. Кім имам Бухарилардан бұрын өмір сүріпті, имам Ахмадтан. Абу Ханифаға жақын. Замандас болып тұр Абу Ханифамен. Иә. Табиғиндермен келіскен сияқты пайда, иә, негізі. Сығанақи Алла сөйлеттен кетпейсің бе не? Негізі Сығанақи пайда негізі сөйтіп түсінсе жақсы екен. Біздің имамымыз Абу Мансур аль-Матруди, біз Матруди мазғабымыз деп айтамыз ғой енді өзімізді. Біздің имамымыз былайша айтқанда табиғиндермен бірге жүрген де былайша айтқанда, альхамдулилля, көрдіңіз ба? Қандай шарапатты мазғабта бізде ақидада мысалы. Сұрақ қойған жоқпыз Абу Хузайма. Біз начте айтып оттық имам Матруди туралы. Сен тұрдың да Саляф солихтарды неге айтқан қуасындар ма, ешкім саляф солихтарда ешкім білмеген деп сен қуып кеттің өзің. Өзі келіп қуып бір нәрсе айтып кетті. Оларды андай. Саляфтар деген кім деген кезде? Саляфтар деген кім деген кезде сол сахаба табиин, атбау табиин ғой негізі. Көтерілді. Буынмен негізі қуаттырақ сияқты, негізі буынмен қарастырған. Сол имам Ахмадтың туылуымен саляфтардың уақыты бітті ғой. Имам Ахмад соңы ғой, сол саляфтардың соңы. Че там, не ол? Таджвидін көреге давай оқы. Ол қазір жарты сағат оталады, қазір ұзақ сөйлеседі, бір нәрселер айтады. Баяғыша қосып қойып жабылу ма баяғыша. Жер қоғылмаш я Хузайма, ё-ма. Біреуің сөйлеуге тоқтам тұрмайды, не шақырасың? Кірмей жатып жабылу ма? Сығанақи, давай, делай, өзің сөйлесің. Сендердің методтарың осы ғой, субханалла. Бауырым, біз алдын жауып отырамыз. Кеше айттым мен, Абу Мансур Матруди салафтардың уақытында дүниеге келген деп. Бастадыңдар. Ана ғасыр ма, мына ғасыр ма, бүйткен бе, сөйткен бе, мен айттым, айналайын-ау. Кім? Біреу Сығанақи сен бе? Онда получается, ол салафтардан ғой да, салафтардан болған ғой да деп бастадыңдар. Мен айттым, айналайын-ау. Жахм ибн Софуан салафтардың заманында өмір сүрген ғой. Ешкім айтып отырған жоқ қой, Жахм ибн Софуан салафтардан деп дұрыс па? Сұрағым айда жатыр, басқа жақ кетіп қалдың сен, бауырым. Абу Хузайма саған түйістіріңді жеш кішкене. Тағы айтамын, Абу Мансур Матруди салафтардың заманында өмірге келген. Жақсы. Енді саған мынандай сұрақ. Ал жабылып сөйлеңдер енді. Жабылмай қояйық, мен айтамын, қарашы Абу Хузайма. Сен айттың, әлі сол сөзде тұрасың ба? Имам Матруди 2-ші ғасырда туылған ба, хижри санауымен? Қара, енді осыған жауап берейін, тек перебивать етпе. Иә. Қысқа нұсқа. Абу Мансур Матруди деректер бойынша нақты факт жоқ, бірақ 232 деп айтады, бір 236 дейді. То есть 200 жылдықта туған, онымен келісесің ғой? Енді бұл қай ғасыр? 200 жылдықта туған. Бұл қай ғасыр? Жоқ, келісесің бе, келіспейсің бе? Айтамын ғой, жауап беремін ғой. 200 жылдықта туған келісесің ғой да? Иә. Енді хижримен санайтын болсақ, хижримен немесе жаңағындай григорианмен санайтын болсақ, хижримен санайтын болсақ, ол Наби салсам Меккеден Мединеге хижра қылғаннан бастап, сол уақыттан бастап не істейді, капыт етіп саналады да. В итоге хижри бойынша санайтын болсақ, ол 3-ші ғасырға кіреді. Бірақ бізде қазақтарда 200 жылдық деп айтады. 200 жылдықта туды, 300 жылдықта туды, 400 жылдықта туды. Проблема жоқ ол неде? Тілмен айтуда. Бірақ сен айтатын болсаң қазір қазақтарды қойшы. Жылдық турасын әңгіме қоя тұршы. Сен маған мына сұраққа жауап берші. Абу Мансур Матруди Құрунул Муфаддалаға кіре ме, кірмей ме? Мен айтам, кіреді деймін. Жақсы, сен айтасың енді. Қай ғасырға именно? Суммалазин ялунахум, суммалазин ялунахум. То есть, қарни, суммалазин ялунахум, суммалазин ялунахум. 3 қарында айтып кетті. Бір қарында 100 жыл бар. Қай қарынға кіреді? То есть, қай ғасырға десең, мен оны 3-ші ғасыр деймін. Бірақ 200 жылдық, 100 жылдық, 300 жылдық сен айта аласың, проблема жоқ ол тілде. Имам Ашғари Табари барлығы салап болды. Не істейсіңдер?
сұрақпен өйтіп тастайсыңдар да өздерің сөйлесіп кетесіңдер ары қарай. енді тыңдашы, қара. 300 жылдық. Енді 300 жылдық. Абу Хузайма саған жылдық туралы әңгіме болған жоқ. Біз саған простой сұрақ қойдық. Қай ғасыр деген сөзді айттық та? Сен тұрында екінші ғасыр деп едің. Біз айттық, екінші ғасыр Үшінші болмайды. ғасырға ілінеді ол. Енді сен 200 жылдықта, то есть 200 жылдықта келгенімен 232, егер сен хижри бойынша санайтын болсаң, ол 3-ші ғасырға ілінеді. 3-ші ғасырға ілінеді. Себебі ғасырды сен қалай санайсың хижри бойынша? Бірден бастап 100-ге шейін. Ол уже бірінші ғасыр болып санайды. Түсіндік оны түсіндік. Енді тыңдашы, қара. Енді тыңда, қара. Мен саған простой вопрос қойдым, сен мұжып кеттің. Мен саған айттым, имам Матруди қай ғасырда дүниеге келді дедім, сен 2-ші ғасыр дедің. Енді бүгін 3-ші ғасыр деп отырсың, дұрыс па? 3-ші ғасыр ғой туылған. Мойындайсың ғой? Қарамаймын, айтасың. Осы имам. Тыңдашы енді, Абул Масуд Матруди осы қай жылдықта өмірге келді десем айтамын, яғни ол 200 жылдықта. То есть 200 жылдық емес, маған ғасырда айтшы болды, ғасыр. Да, слушай до конца, осы жылдықта деймін. Жақсы, ол тұрады да енді ол хижри бойынша қай ғасырға кіреді десе, сен не дейсің? Сен 2-ші ғасыр демейсің, 3-ші ғасыр дейсің. Бірақ 200-ші жылдық, 100-ші жылдық, 100 ба қалай еді? 100-ші жылдық, 200-ші жылдық деп сен айта аласың. Сен тағы упрямиться етіп ақталып жатсың. 230-ші жыл деген, тұр. 230-ші жыл деген 200 жылдық емес ол. 300-ші жылдық ол. 300-ші жылдық сен тағы қателесіп отырсың. Сен тағы қателесіп отырсың, Абу Хузайма. Қателестің, 300-ші жылдық, 3-ші ғасыр деп айтасың болды ғой. Сығанақ емен сөйлесіп тастайын. Не деген қиямадамда да Сөйлей берсін, сығанақ емен сөйлесе берсін, ешкім Төлеман екеуі сөйлесе берсін. Сығанақ емен сөйлесейік, сығанақ емен. В общем, түсіндің ғой, 3-ші ғасырда дүниеге келіп, 4-ші ғасырда қайтыс болған. Дұрыс па? Ол дейтін 3-ші ғасырдың салафтың уақытында, былай айтқанда, өмір сүрген адам. В чем проблема? Салафтардың уақытына попадаться етеді ол деген. Бірақ тағы айтамын, Жахм ибн Суфан да, жаңағыдай имам Ахмадтың заманындағы жахмилер де, Бишрин Марриси болсын, сол салафтардың уақыттарында попадаться етілген. В чем проблема? Енді тыңда, қара. Абу Хузайма, олармен не қатысы бар? Екінші мәселе, салафтардың ақидасына сай ма? Мына жерде, проблема мына жерде. Не нәрсе айтып отыр сонымен? Тоқташы, қара, айтайын. Абу Хузайма, сен айтасың, өзі ол салафтарға кіреді дейсің да, енді салафтарға сайма деген қалай? Өзі салаф қой ол. Сен түсінігің бойынша, жаңа өзің айттың ғой. Айналайын-ау. Салаф. Біріншіден уақыт бар, екіншіден сол салафтың Наби саллаллаху алейхиссаламның ақидасына, сахабалардың ақидасына сай болу тұрғысынан да ол қаралады. Яғни салафтардың уақытында мұқтадиялар болды. Мұқтадиялар, тыңдашы енді. Оны салафтар шешеді. Салафтар шешеді, семен мен шеше ма? Мутахирлер емес. Салафтар, тыңда. Енді қара, Абу Хузайма, тыңдаса енді, тоқта. Вот в чем фишка. Тоқта, тыңда енді мен тыңда. Осы сияқты сөйледің ғой енді, қара. Сен айтып жатсың, салафтар өздері сөйлейді, сол салафтарды өз салафтар шешеді деп жатсың. Енді имам Матруди салафтардың уақытында өмір сүргеніне келісіп тұрсың. Енді имам Матрудидің ақидасын қандай салаф не істеді, жоққа шығарды? Шешеді деді ғой. Жоққа шығарды дейсің. Былай, таския деген нәрсені білесің ба? Таския деген нәрсені, тақриз деген нәрселерді білесің ба? Мысалы, біреу келсе қазір, Матруди дейікші, өзім Матрудимін дейді. Бірақ оны ешкім танымайды да. КМДБ-да танымайды, немесе сенің оқып келген ұстаздарың да танымайды. Белгісіз біреу да. Сен одан дініңді алмайсың ғой. Сен оны бір примерге... Тахауиді біреу таныды ма? Кім? Абу Хузайма. Тахауиді біреу таныды ма? Убеке, подожди, убеке, батан соңында бересің, батан соңында. Енді қара, Абу Хузайма, қара. Енді қара, сен айтып жатсың, Матруди типа Жахм ибн Сафуан сияқты бір адам деп тұрсың ғой. Мұхаммад ибн Каррам деген сияқты адамдар сияқты салаф уақытында өмір сүрген, бірақ салафқа кірмейді деп тұрсың, дұрыс па? Неге кірмейді десем, оны салафтар шешеді дедің. Жарайды, Жахм ибн Сафуанға, Мұхаммад ибн Каррамға салафтар сол уақытта өзінің дәуірінде рот қойып тастады. Оны қайтарып тастады, дұрыс па? Оларға ашық қайтару бар. Енді имам Матрудиге ашық қайтару жоқ, дұрыс па? Сен айтып тұрсың, ешкім танымаған деп тұрсың. Жарай, танымаса енді ары қарай оны халафтар шешу керек қой.
одан кейін танымал болды келесі ғасырларда. Өзінің ғасырында жарайды, ол шеткі жақта өмір сүргеннен кейін өзінің заманда ешкім білген жоқ, мәжһүл болып қалды дейді. Енді бұл мәжһүл адамды Ахлу суннаның ақидасына сай келе ма, келмей ма екендігін одан кейінгі адамдар оның ақидасын оқығаннан кейін шешеді. Дұрыс па? Енді халяфтардан Матуридиді сөккен Ахлу сунна ғалымдарын әкел бізге. Болмайды ғой. Жоқ қой ондай. Ондай жоқ қой. Сейчас, подожди, давай жауап беріп тастайын. Артық адамды кіргізесіңдер де осылай, сосын әрбір ұлиды да өзінің мнениесін. Айта бер, Абу Хузайма. Жабамыз, микрофонды жабамыз. Вот именно жауып отырыңдар. Маған қара, кім сығанақ? Біріншіден, сен мойындап отырсың, то, что Абул Мансур Матуриди салафтарда мәжһул екенін. Ол бір. Екіншіден, сен айтып отырсың, жақсы, салафтарда ол мәжһул болып қала берсін, салафтар ешкім танымасын, но халафтар таниды ғой деп. Халафтар дегенде, здесь не надо тянить одеяло на себя. Сендер мойындаған халафтар жоқ. Халафтардан, надо быть, мысалы, кейбір аймаларда келіп бере алам, Абул Мансур Матуридиді кәдімгідей салафтардың ақидасына сай емес, то, что ол Джахм ибн Софаның жолымен кеткені турасында, что теперь будем делать? Халафтар шеше ма оны? Халафтарға сосын отырайық сратс етіп та. Сен Абу Хузайма, сен өтірік ұрып жіберетінің бар кім? Дослушайте. Ладно, дослушайте. Кирпиокларың шыдалмай тұр ма? Ибн Баздың сөзін келтіріп, ана астына бір өтірік ат жазып жіберіп жүр ме? Ибн бірнеше. Жақсы, енді айтып тастайын да, жауап беріп тастайын. Сендер араласпаймын деп не істеп отырсыңдар? Шумға мусыра өтеді. Сен келтірші енді. Сығанақи қара, сен қазір жақтаушына келесің, мен қазір қаралаушына келем. Резон в чем? Халафтардың несімен шешіле ма не ол? Ой, мынау үшін задний бер. Енді біз қалай шешеміз? Енді сен Абул Мансур Матуриди ақидада, тыңда. Абул Мансур Матуриди білесің да, то, что ол салафтардан емес қай тұрғыда, то есть ақидадағы сәйкестік тұрғысынан, оны ешкім танымаған, оны ешкім мақтамаған. Сен өзің айтып отырсың мәжһул деп салафтарда. Жоқ, тоқта. Сен ақида тұрғысынан имам Матуриди салафтарға сәйкес емес деген сөз айттың да сен. Үлкен сөз айттың. Енді осы сөзді кім айтты? Сен өзің Абул Мансур Матуриди кітабы Таухидын оқыдың ба? Иә. Оқыдың ба? Иә. Аллах тағала не деп айтады? Аршысында деп айта ма? Аршысында деген арабша қалай айтылады? Аударып жіберші маған. Аршысында деген. Фоқл арш. Фауқал арш деген сөзді жоққа шығарды ма Матуриди? Абу Хузайма, мен оқыдым айтайын ба? Сен оқыдың ба кітабы Таухидты? Аллаху азза ва жал фоқл арш деп айта ма? Фауқал арш деген сөзді жоққа шығармайды точно. Абу Хузайма, мен айтайын ба? Оқыдым мен. Айтпай ма енді ақидасы бойынша? Жоққа шығармаса, значит жоққа шығармаса ғой фауқал арш, алал арш бәрі келген сөздер ғой. Абу Хузайма, сен Абу Хузайма айтпай ма, айтама емес, сен нақты Матуридидің сұрақ қойсаған, енді сен Матуридисің. Сен қазір Абул Мансур Матуридидің керек емес. Қара, Абу Хузайма, айтпайсың ба? Абу Хузайма, қара, мен тыңда. Сен айттың, сен өзің вызов тастадың. Матуриди, имам Матуриди салафтардың ақидасына келмейді деп сен уже печат қойдың. Енді сол келмейтін дәлелдесең, маған не сұрақ қойып отырсың? Енді мен сұрақ қойып отырмын ғой. Салафтар егер де Аллах тағала сұрақ қойып дәлелдесең. Жақсы. Аллаху азза ва жал. Ғалымның сөзін алып келші, ғалымның сөзін қашпай сен ғалымдар бар дедің ғой, ғалым жоқ. Өтірік айтып отыр мынау. Кәззап. Қатындар сияқтысың, сендер бар ғой, жауып. Абу Хузайма, сен Таухидты оқыдың ба? Айтшы соны. Өке, бата артынан бересің, батаңды артынан бересің. Абу Хузайма, мен оқыдым, мен айтып беремін саған Таухидты. Имам Матуриди истива алал аршқа байланысты былай деп айтады. Біз дейді бұл нәрседе қатығы мағынасы осындай деп айтпаймыз дейді. Кейбір ғалымдар сияқты айтпаймыз. Біз бұл мәселеде сахабалардың жолына жүгініп, және бұның мақсатын, мұратын Алланы өзіне тапсырамыз дейді. Таухид деген кітабында. Абу Хузайма екі нәрсе айтып бересің, қара. Абу Хузайма екі нәрсе айтып бересің. Біріншіден, салафтардан Ахлу суннаның үлкен ғалымдары Матуриди жоққа шығарған. Екінші, салафтардың ақидасына сай келмейтін жерден айтып бересің. Давай, айтып бер. Сөз. Тыңда енді. Абул Мансур Матуриди біріншіден Аллах тағаланы фоқл арш деп айтпайды.
кітабы тоғин оқып көрсең. Екіншіден, Абул Масур Матурди ақида бабында ал-иман муджаррадун, яғни тасдиқ дейді да. Ол екінші қарамайшылығы салафтарға. Үшіншіден, Абул Мансур Матруди хабар ал-ахад ақидада дәлел емес дейді. Ал салафтар болса, хабар ал-ахадты дәлелге алған. Болды, ары қарай өздеріңіз іздене беріңдер. Айтқан сөзім шын ба, өтірік па? Дәлел емес Егер де қалай дәлел емес, ақида мәселесі, иман мәселесі, сен ақида бұл мәселесі. мәселелер ашықталады, сен бұл түсінгенде емес, сен түсінігін дұрыс емес. Абу Хузайма, сенің түсінігін дұрыс емес бұл жерде. Так что давайте Бұл мәселелер талқыланып, все қараңдар. Имам бар ма? Сенің сайқалыстай сөзің не надо бұл жерге? Имам бар ма? Айтқан сөз солай айтқан? Абу Хузайма. Қашты. Бірақ осындай болады. Бұның дәлелі жоқ, жаңа халафтардан ұрып жіберді, баяғы Язиди сияқты өтірікті ұрып жіберді. Тиктокта бұл сияқты сайқал толып жоқ негізі. Қашып кет деп атқан басында қашып кет. Маған звондап қалды, анау қайда? Суайт қайда? Қашып кетті, жоқ, кетіп қалды. Сіздің бір өзіңізден жек қалып отыр, мынау Сүлейменовке не деп кірді екен эфиріне? Таяқ жейтін бар да. Бір нәрсені 25 сағат бойы мұжа бермей шамасы. Нақты қойып тұрсам иә, факт. Жаман қадалып қалды ғой. Аясаңыздар. Жоққа шығарады деген емес, қоғамы. Жоқ, аясаңыздар, шамалы жаман жеді ғой. Қайтарған имамдар бар деп ұялмай айтатынын айтамын да мен ше. Өтірікті ұрып жібереді кім? Абу Хузайма, тәжірибе бар ғой негізі. Тисе терекке, тимесе бұтаққа айта салады да. Осы жол өтпей қалды, өтірген. Вахабилердің эфиріне кірсе, өзінің сөзін дәлелдеу үшін даже өтірік кітаптардың атын айтып жібереді жаңағыдай. Андай кітап, мұндай кітап, мұндай шейх. Тексерсең жоқ та ол нәрсе. Сонда фауқал арш деген кәдімгі, мен соны осы фауқал арш деген нәрсені жоққа шығарамын деп жазылып тұр ма екен? Сонда китаб таухидта қалай тұр екен? Или тахтал арш деп тұр ма екен? Ана истива жөнінде таухид деген кітабында негізі айтады ғой, истиваны қалай бар солай не істейміз, бірақ мағынасы Өлеке бұл просто ойлап тұр ғой. Бұл ойлап тұр ғой, бұл просто типа жаңағы Софин ибн Жахуан сияқты анау жаңағы адам деп ойлап тұр да ол ше. Жаңағы фикулли мәкан деген. Оны көрмеген кітаптардың ішін оқымаған. Потому что ананы простой адам оқи алмайды да мысалы. Китаб таухидті кәдімгідей біраз нәрсені оқыған, көрген адам ана ашып оқи алады ана жерде. Сол үшін именно ар кете алмаған адамдар ондай кітапты точно оқи алмайды да просто ше. Ана таухид деген кітабын оқысаң, арнайы баптар бар, жахмиттерге қайтару деген. Жахмиттерді сөзін айтады да, дәлелін айтады да, содан кейін ахли сүнна былай дейді. В общем, жерден алып, жерден салады, соңында позициясын айтады, ахли сүннаның позициясын. Фикулли мәкан деген теорияға. Одан бөлек көбеке мысалға Ибн Таймия рахимахуллах тағаланың өзінің мысалға сөздері фаттауада айтады ғой, мысалы то что ашарилер мен жахмилер екі түрлі вообще группа дейді. Бір-біріне дым қатысы жоқ дейді. Бір-бірін істейтін, такфирге шығаратын, бір-бірін дұрыс емес деп санайтын группалар дейді. Мысалы былай қарайтын болсақ. Өзінің шейхі сөйтіп айтып тұр да. Ал ол не істеп тұр? Ол жаңа айтып тұрған сөзін естідіңіз ғой енді бөке. Жаңағы жахмилер мен матурилердің бір нәрсе деп қарасып тұрды ол кісі. Өкінішке орай. Бақтан мен қала залика фахуа жахилун бима'рифатил мазхабайн дейді. Кімде-кім уасахибул хауа дейді. Имам Ибн Таймия айтады, кімде-кім осы сөзді айтады болса, онда ол сахибул хауа. Фауқан қалай түсетінін түсіндіріп жейікші, Абу Хузайма кіргізіндерші. Фауқаға жабыстыр. Фауқан қалай түсетінін табари айтып жүрсін мына жерде, қалай түсіну керек. Ол енді сырттан қарап отқан шығар, келмейді ол енді. Ол деген сасқан үйрек артымен жүзеді дейді ғой. Өзі сасып қалды несі. Ол анау Сығанақиға жауап бермей жатып секіріп кеткен қалай кетті, Фауқа қарсы деп, анау халифтардан кім айтқан деп айтты ғой, сұрады ғой, сұрақты қойды ғой. Енді жауап беру керек қой, жауап берген жоқ, бірнеше жерге секірді. Кәззәп бар емес па ол? Кәззәп өтірік айтып жүрді осы жерде ше, өтірік кәззәп, кәдімгі өтірік жібере салды аузубилля білесіз ба? Бірде-бір халиф имам Матуридиді адасқан деп айтып қалған аузубилля. Сосын желініп баратқан білді да өтірік басқа темаға секіру керек болды, сол секіріп кетті, қашып кетті ғой. Фауқа қашып кетті. Аузубилля.
наоборот бұның сәләфи ғалымдары оны ахлі сунна ғалымы деп айтқан имам Матрудиді. иә. болса өз ғалымдарын да сатып кетеді ха бұлар, иә? Мысалы ана Сабуни деген ғалымдар бар ғой, олар Матруди ғалымдар ғой, атақты мысалы. Сабуни деген бар, сосын кім деген бар ана? Ғазнауи деген бар, Усул-дин деген кітап жазған, Ибн Теймиялардан бұрын өмір сүрген мысалы. Ақида жөнінде жеке дара кітаптар бар мысалы. Кәдімгідей имам Матрудидің ақидасын жеткізіп жатыр мысалы. Сосын қандай атақты нелер бар мысалы. Ибн Хумам деген бар. Еще беке проблема андайда ғой, олар ойлайды егер де мазхабтың атауы Матруди болса, бұл сол кісінің кітаптарымен ғана, сол кісінің көзқарастарымен ғана шектеліп қалу керек деген ойда оларда ше. Хотя по факту ешқандай мазхаб ешқашан ондай болмаған да мысалға. Имам Шафии рахимахуллах тағала, ол кісінің қанша мысалға көзқарастары одан кейінгі келген ғалымдар, имам Науауи сияқты болсын, басқа болсын, онымен қарсы шыққан да мысалға. Имам Шафиғымен және таржихтарды имам Науауиға береді да мысалы, былай қарайтын болсаң.